Ал мына біздің заман сынақтың ең ауырын татып жатқан заман. Міне қазір біздің заман. Күшті бәрі күшті сияқты болып жатыр. Бірақ не? Бүлік әрбір үйге кіріп кетті. Әр шаңыраққа бүлік кіріп кетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сында қалып қойғандар дейді. Бұлар үлкен бүлікке жолығады дейді. Кейінгі келетіндер бұлардыкінен үлкенде жолығады дейді. Одан кейінгі келетіндер олардыкінен үлкеніне жолығады дейді. Соңында заман өткен сайын ести береді, бүлік көбейе береді, күшейе береді. Қазір білесіздер. Бүліктің кірмеген, күнәнің кірмеген жері қалмады қазір. Қай жерде айтасыз күнә кірмеген жерде? Бүкіл дүниенің барлығына күнә мен бүлік кіріп бітті қазір. Соңында айтты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, тіпті деді, ол бүлік қою қараңғы түннің қараңғылығындай болады дейді, қою болады дейді. Қою қараңғы түн деген шексіз деген ғой. Түнге қарасаңыздар шексіздік бар ар жағында. Сондай шексіз қараңғы қою түндей болады бүлік дейді. Ол бүлік әр отбасыға кіреді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына жердегілеріміздің барлығымыздың шаңырағымызға кірді ол бүлік. Әркім өзінің шаңырағында әр нәрсемен сыналып жатыр қазір. Біреулер тілазар баламен сыналып жатыр. Әке шешесінің айтқанын тыңдамайтын. Біреулер ставкіден басын көтере алмай жатқан біреулермен сыналып жатыр. Біреулер жаңағы шегетін искейтін бәлематармен сыналып жатыр. Біреулер казинодан басын алмай жатқан адамдармен сыналып жатыр. Біреулер әйелдермен сыналып жатыр. Біреулер күйеулерімен сыналып жатыр. Біреулер қарызбен сыналып жатыр. Біреулер кредитпен сыналып жатыр. Осы тұрғанда не? Сыртқа жүнді қампайды көрсеткенмен дейді. Ішкі дүние жұпыны болып жатыр дейді. Көрдіңіздер ме? Біреудің мына жерде сөйлетсек, үйіндегі проблемасын айтса, өмірден түңіліп кетесің кәдімгідей. Көрдіңіз ба? Сондай бүлік кірді барлық жерге. Бүкіл отбасына кірді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүкіл отбасына кіреді деді. Қараңыздар. Енді сол бүліктен аман қалудың жолдарын іздестіру керек. Ол бүліктен аман қалудың жолы, ол бүлік бұрында болған, пайғамбарымыз келмей тұрып. Енді тағы болады, бола береді ол, бірақ сол кезде бір ғана шығарып алған кісі ол пайғамбарымыз еді саллаллаху алейхи уассалам. Демек біз сол кісіге жабысу арқылы, сол кісіні тану арқылы, білу арқылы бұл бүліктерден сақтанудың алғашқы қадамдарын жасай алады екенбіз.